Күн шерфiniz хайырлы olsun. Бүгін Қырым ишгалінің 770 күні. Сонки Одессе вақаларының заман тақымы таныш еті. Бүгін Мejlisinin фаалиятыны ясақ этілігі бойынша Невбеттеки махкеме іші кечірілі. Сонки махкеме мартының 17-сінде кечірілді. Махкемеджілер махкеме жерянына Госкомнас елбашчысыны желп еттілер. Осабық Mejlis азасы Заур Смирнов. Малюм олғаны кеби оны Mejlis азалығындан четлештірділер. Белі олғаны кеби Mejlis фаалиятының тоқтатылмасы бойынша махкеме іші мартының 3-інде башланылған еді. Хабатлаған тараф Mejlisinin әрекетіні экстремистик оларақ таный. 26 февраль іші бойынша қабатланғанларының ішіні қанунсыз шекілде девам еттілер. Бұны адвокат Николай Полозов өз Facebook сайфесінде білдірді. Оның малюматына бинайын махкемеджі Галина Редьконның қарарыны лағу етті вяқтемчиго Сали Асанов ве Мустафа Дегерменджіні март 9 еріне 11-не қадар апсты қалдырды. Қанунға көре апыс мұдетіні девам етмеге ясақ етіле. Махкеме бұ 3 күн үшін апысты бұлынғанларға тазминат o demek gerek edi. Ахмезжетінің ишгалжа кеметі Сим-Сити Транс компаниясыны қапатмақ істей. Шіркетінің сайбы Қырым Қамачавның тешкелечісі Ленур Ислямов сайла. Жематчылықнен авталық черчевесінде кечірілген көрішівінде Ахмезжетінің мэрі топланғанларына яны маршрутлар ақында білдірді. Ве Сим-Сити Транс шіркетіне олмажағыны қайт етті. Мемориетінің темсілжілері энчок қанун бозулықларыны Сим-Сити Транс шіркетінде олғаныны қайт еттілер. Ленур Ислямов юз берген вақияны ифтира оларақ адландырды. Ве бойлелікнен юзлернен Қырым татарларыны ишсыз қалдырмаға істегенлеріні білдірді. Ахмезжетте кені электриканы ихтисат режимі көрсетілежек. Ишықның берілігі апрель 11-сінден 18-не қадар сынырлатылажақ. Қырым пайтақның мэрі Геннадий Бахаревның ишандырғана көре сондырувлер эсаснен мүесеселерді көрсетілежек. Сәкінлер есе ишықның сынырлатуыны дуймазлар. Бұндан да ғайры ишық ақярда да сондырылежек. Сонки керек Қырымда электроэнергияның ихтисат режимі март 19-дан 30-ға қадар көрсетілген еді. Қырымның демір yolları виран етілі. Ақярның демір yol нақлиятының қытлығы машинажыларының іштен бошатылмасына кетірді. Ақярлы тепловозлар Эскіреве іштен чыққанлар, ташымалар 90%-ға тұшты. Мүесесенің мөдерлігі білдіргене көре қадимлер автода тек екі кере ішке чықалар. Бұна бақмадан қадимлерінің орта айлығы 7.000-ден зиядедір. Айлықларының боржы 1,5 миллионны тешкіл еті. Мүесесе ишгалжа акиметінің дестегіне ишана. Шымдейсе демір қожалығы ішсіз тұра. Ақярда СКФ сакинлері чоқ елар девамында аққан дам астында яшайлар. Ве тарихи евнің тамыр етілмесіні талап етіп оламайлар. Кечкен сене тамыр ішлеріне 3 миллион рублей берілді. Ама біраз вақыттан сон бина медени мирас оларақ танылды. Ве анда тамыр ішлеріні yapmaға имкансыз олғаныны білдірділер. Енді есе тамыр ішлеріні yapmaq үшін бір чоқ бюрократик жерянлардан кечмек керек олажақ. Ама ава Бұзылывынен дам виран етіле біле. Сәкенлерінің білдіргене көре бөйлі хафлы вазиетке бақмадан тижари құрылышлар СКФ-де ось объектлеріне пара тапып абаданлыштыруф ишлерінен оғрашалар. Крыша-то, она в первую очередь должна быть отремонтирована, потому что она защитит наш дом от этих потоков воды на балконы, на лоджии, на фасад. Потому что все дырявое, все сгнило. Было внесено множество незаконных конструктивных изменений, в том числе пристройки незаконные к его фасаду. Также были внесены изменения владельцами нынешнего, был раньше, было общество «Ренессанс», сейчас банк. И это было позволено.
Bir haçsa devamında Mescid Hakimiyeti Privoz bazarında mahsulatlarını yok etmeye çalıştı. Privozga Amon, Gümrük, Prokuratura ve militsiya xadimleri kelip yol hareketini kapattılar. Satıcılarga ticaret noktalarını kaldırmağa yasak etildi. Teşkirciler vesikalarını ve meyvelerinin kutularında olgan yazılarını öğrendiler. Neticede 2,5 tonna pomidor ve nar müsaade etilip bazarının artına çıkarılıp bir obağa atıldı. Hatırlatamız, yanvarın birisinde Rusya'da bazı Türk mahsulatlarına yasak kirsetildi. Kırım'da Stop Ham Gençler Hareketi Rusya kanunlarını tanımay. Moskva mahkemesinin yasağına bakmadan faaliyetçiler yol hareketinin kaydelerini bozganlarla kureshini devam eteler. Aksiya iştirakçileri maşinalarını doğru parkovka etmegenlerini kıdıralar, aydavcını maşinanı doğru yerge koymağa rica eteler. Eğer de aydavcı razı olmasa maşinanın penceresine "мне плевать на всех, паркуюсь где хочу" balaban yaprachık yapıştırıla. Böyle hareketler haydelerini bozganlarına pek açıvlandıra. Что касаемо наклеек. Клеили. Вот всем отвечаю сейчас. Клеили, клеим и будем клеить. Эти наклейки оставляют большие следы, и довольно нелегко их смывать подручным материалом. Поэтому нужно какой-то, там, я не знаю, специальные препараты. Поэтому я считаю, это не нужно делать. Нужно найти другой подход к этому вопросу. Я думаю, что не стоит так делать, конечно же. Но я, в общем, не совсем уверена, что это правильно. Хотя, ну, может быть, надо поразумнее, конечно, парковаться иногда. Иногда это и правда переходит все какие-то рамки. Ukrayna'nın Евровидение 2016 yarışında takdim edecek Jamala, Kırım işgalinden son evine barmagan. Bu hakkında o çetel jurnalistlerine ötkerilgen matbuat konferensiyası devamında hikaye etti. Jamala bildirgene göre işgalci hakimiyetine işançı yok ve o öz takdirini sınamağa istemi. Сьогодні дійсно я вперше мала змогу розмовляти зі своїм дідусем, якому зараз вже 88 років, і до якого я, на жаль, не можу поїхати, а він дуже хворий. І навіть 2 дні тому він сказав моєму батькові, що він готувався, що він збирається вмирати. І тому я дійсно переживаю за це. І я дуже хочу, щоб він дожив до того дня, коли я буду співати цю пісню в Стокгольмі. Bu noktada programını yekünleyimiz. Sizge hayırlı günler tileyimiz. Görüşmek üzere.